Мен Алматы облысы Алакөл ауданы Үшарал қазақ гимназиясының педагог-психологы Маманова Меруерт Марат қызымын. Осы мекемеде 7 жылдан бері еңбек етіп келемін. Бүгін мен сіздерге психикалық дамуы тежелген балалармен түзету жұмыс үлгісін ұсынамын. Ол үшін Айша екеуміз жеке қабылдау бөлмесіне барайық. Айша. Сәлеметсіз. Қалың қалай? Жақсы. Бүгінгі көңіл күйіміз қалай? Жақсы. Үйдегі ата-анамыз, бауырларымыздың қалдары қалай? Жақсы. Айша, бүгін мен саған бірнеше сұрақ қойғым келіп отыр. Ол сұрағымыз отбасына байланысты. Айша, сенің отбасында неше адам тұрасыңдар? 5. Олар кімдер? Анам, әкем және 2 бауырым. Олардың есімдерін айтшы маған. Анамның аты Меруерт, әкемнің аты Нұржан, және 2 бауырымның аты, бірінші бауырымның аты Сұлтан, екінші бауырымның аты Бейбарыс. Жақсы, рахмет. Айша, олай болса, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы осы отбасына байланысты мен және менің отбасы деген тақырып. Айша, қазір екеуміз өте бір қызықты ойын ойнаймыз. Ол ойынның аты менің үйім деп аталады. Яғни қазір біз сенің отбасыңа арнап үйді құрастырамыз. Ол үшін бізге мына кубиктің көмегі қажет. Осы кубикті екеуміз кезекпен лақтыру арқылы мына үйді құрастырамыз. Енді қазір сен бірінші лақтырып көр. Жақсы. Қандай нүкте? Яғни бұл үйдің керегесі. Өте жақсы. Енді мен лақтырып көрейін. 2. Яғни бізде бұл үйдің шатыры. Енді сенің кезегің. Қанша? 4. Ол не екен? Терезе. Жақсы. Терезені қайда орналастырасың? Бұл жерде оқушы мен үйдің бөлшектерін еске түсіріп атадық. Яғни мұржа, шатыр, терезе, есік. Түстерді ажыраттық. Сары, жасыл, қызыл, көк, күлгін. Сонымен қатар пішіндерді ажыраттық. 4 бұрыш, 3 бұрыш, тік 4 бұрыш. Және 1-ден 6-ға дейін санадық. Айша, саған отбасыңа арнап құрастырған үй ұнады ма? Иә, ұнады апай. Несімен ұнады, Айша? Маған үйдің түстері ұнады, терезесіндегі гүлдер ұнады. Жақсы. Айша, енді сен екеуміз қазір сергі балайық. Ол үшін мына карточкаларды, сен карточкадағы суреттерді мына таяқшалар арқылы бейнелеп көрсет. Өзің бір карточканы таңдап алшы осы жерден. Жақсы. Бұл не сурет? 4 деген. 4 саны, жақсы. Тағы қандай сурет аласың?
Жақсы. Bunu қалай саламыз? Жақсы. Бұл ненің суреті, Айша? Үйдің. Жақсы, үйдің суреті. Тағы да қандай сурет аламыз? Бұл жерде оқушы бір жағынан сергіп алса, бір жағынан ұсақ қол моторикасын дамытамыз. Айша, енді қазір сен екеуміз тағы бір ойын ойнаймыз. Ол ойынның аты жылжымалы әріптер деп аталады. Ол жерде, мына жердегі әріптерді көріп тұрсың ғой. Осы әріптер арқылы сен отбасы мүшесіндегі адамдардың атын жазсаң болады. Өзің кез келген сөзді осы әріптер арқылы жазуыңа болады. Ал енді жазып көрейікші. Жылжымалы әріптер арқылы оқушының оқуға, жазуға деген қызығушылығының ояту мақсатында оқушымен жазылым және оқылым дағдысын қалыптастырамыз. Жақсы. Айша, сен қандай сөз жаздың? Нұржан. Нұржан. Нұржан деген ол кім? Әкем. Нұржан деген сен әкең. Жақсы. Қандай сөз жазасың? Tamam. Қандай сөз оқып көрейікші? Ана. Ана, жақсы. Тағы жазайық. Bizim ойлан. Тағы не жаздың еді? Қандай сөз? Інжу. Үнжу деген ол кім? Менің досым. Үнжу деген досым бар екен. Тағы жазып көрейік. Не жаздық, Айша? Сұлтан. Сұлтан, жақсы. Ол кім? Менің балам. Жақсы. Тағы бір сөз жазып көрейік. Өзіңе кез келген сөз жаза ғой, отбасындағы адамдар ма? Өзің бір кез келген сөз жаза ғой. Қандай әріп Асық ба, күле ғой. Қандай әріпі? Бұл әріпі? Бұл әріпі өйден. Қандай сөз шықты? Бейбарыс. Бейбарыс болады ма? Ойланып көр. Қандай әріп бітір? Бейбарыс дегенде қандай сөз жетпей тұр? Әрпі жетпей тұр. Қоямыз. Жақсы, енді дұрыс болған сияқты, Айша? Не жаздық? Бейбарыс. Бейбарыс деген кім? Менің бауырым. Жақсы, бұл сенің екінші бауырың, е? Рахмет, Айша. Айша, енді екеуміз отбасы суретін бояйық. Ең бірінші не бояймыз? Жақсы.
сабақ ұнады ма? Iya, ұнады. Несімен ұнады? Маған көбіктермен үй құрастырған ұнады, және де әріптермен сөз құраған ұнады. Жақсы. Ал сен қандай тапсырмалардан қиналдың? Бояудан қиналдым. Неге? Мен бояуды жақсы көрмеймін. Жақсы, рахмет. Айша, ал енді сен бүгінгі сабақта өзіңнің отбасыңа қандай тілектер тілер едің? Отбасының ауырмағанын тілеймін, бақытты болғанын тілеймін. Жақсы, рахмет, Айша. Енді саған бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Иә. Жақсы, онда бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталды. Сау бола ғой, Айша.